Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Арал ауданының нөмірі 21-ші орта мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі Дәрбаева Сағынкүл. Балалар, көркем еңбек пәні бойынша бастауыш мектепте алған білім, икемділік пен дағдыларың бар. Енді бар білгендеріңді кеңейтіп, тереңдете отырып, жаңа білімді игересіңдер. Оны толықтыруды жалғастырасыңдар. Көркем еңбекте өнер мен шығармашылық, ой мен қол еңбегі, эстетикалық тәрбие мен зияткерлік даму біріккен. Бұл пәнде үйренетіндеріңнің барлығы өмірде кәделеріңе жарайды. Және сендерге көп нәрсені түсінуге, игеруге, өз беттеріңше орындауға көмектеседі. Балалар, бүгін мен сіздермен бірге 5-ші сынып көркем еңбегі бойынша визуалды өнер бөлімінің бейнелі өнерінің көркем құралдары деген алғашқы тақырып бойынша сабақ өтемін. Бұл сабақта әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер түрлерін саралауды біліп, берілген туындылардың ерекшеліктерін салыстыруды үйренесіздер. Бейнелі өнері дүниені көзбен көріп, түсіну негізінде бейнелейтін өнердің бір саласы. Бейнелі өнеріне негізінен кескіндеме, мүсін, графика жатады. Бейнелі өнерінің белгілері сәулет өнері, безендіру және сәндік қолданбалы өнерінде де көрініс табуы мүмкін. Сондықтан шартты түрде оларды да бейнелі өнерінің қатарына жатқызады. Кескіндеме. Кескіндеме белгілі бір заттың бетіне бояу арқылы салынатын көркем шығармалар атауы. Кескіндеменің негізгі тілі түс. Алайда кескіндеме бір түсті де монохромды да бола алады. Бейнелі өнерінің келесі бір түрі сәндік қолданбалы өнер. Сәндік қолданбалы өнер тұрмысқа қажетті көркем заттарды жасайтын шығармашылықтың бір түрі. Түс. Бұл жерде түс, пішін, көлем синтезі, текстура, фактура маңызды. Келесі мүсіндеу. Мүсіндеу көркем туындылар қашау, сомдау, жону немесе құю арқылы жасалатын пластикалық өнердің түрі. Оны көлемдер пластикасы деп те атауға болады. Мүсін кеңістікте орналасады, оны айналып қарауға жан-жағына ұстауға болады. Қарау бағыты мен жарықтың түсуіне байланысты өзгеріп отыратын ерекшеліктері болады. Келесі пластикалық өнердің түрі бұл графика. Графика ақ пен қара түстердің үйлесімділігіне негізделген сурет. Бұл жерде ақ қағаз, ал қара карандаш, көмір немесе басқа да құрғақ материал. Ақ пен қара түстердің үйлесімділігі сызықтар. Графикада бұл сызыққа бағынышты, ол кескіндемедегідей басты рөл атқармайды. Графикаға карандаш пен түрлі түсті борлар мен сулы бояулар мен салынған суреттер жатады. Келесі сәулет өнері. Сәулет өнері ғимарат құрылыстарды жобалау мен салу өнері. Ол кеңістік конструкциясы мен материалы арқылы анықталады. Балалар, сонымен бірге айта кететін жағдай, пластикалық өнердің түрлері өзіндік тілімен, көркем құралдарымен ерекшеленеді. Сол арқылы суретші әлем бейнесін жаңадан жасайды. Өнер тілін меңгерген адам шығарманы түсініп оқи алады. Сол арқылы шығарманы орындаған суретшінің ойын, мазмұнын түсінуге болады. Келесі кезекте сіздерге тапсырма ұсынамын. Бұл тапсырмада пластикалық өнер түрлерінің мағынасына қарай отырып, атауын ажыратып жазасыздар. Бұл тапсырманы орындаудағы дескриптор пластикалық өнер түрлерін анықтайды, өнер түрлерін салыстырады, мағынасына қарай өнер түрлерін
жасады. Енді өзіңді тексеруге арналған сұрақтарға жауап берулеріңізді өтінемін. Пластикалық өнердің қайсысы шартты түрде бейнелеу өнеріне жатады? Екінші сұрақ: кескіндеме, графика, мүсін өнері қай тілде сөйлейді? Үшінші: сәулет өнері саласынан пластикалық өнер туындыларына мысал келтіріңдер. Жарайсыңдар балалар, бұл сұрақтарға бүгінгі сабақта алған ақпарат негізінде жауап тапты деп ойлаймын. Олай болса, сабақ соңында бүгінгі сабақтан алған әсерлерің туралы рефлексия жазасыздар. Бүгін мен не білдім? Маған не қиын болды? Мен не түсіндім? Жарайсыңдар балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.